сансыз мақтау бүкіл әлемнің жаратушысы құдіретті Аллаға ғана тән. Адамзаттың асылы, Алланың соңғы елшісі пайғамбарымыз Мұхаммедке салауат және сәлем болғай. Құрметті көрермендер, біз бүгін сіздермен бірге Сабатул Азизин кітабының жалғасын өтетін боламыз. Келесі өлең шумақтары мынау қатармен басталады. Әгәр һәр кимки берсә иззу имдад, келур хидматига жин адами зат. Кез келген адамға Алла Тағала из, құрмет, қадір, имдад, медет, көмек беретін болса, оның қызметіне адамзаттан тартып жынға дейін оның қызметінде болады, оның қызметіне келеді дейді. Міне сондықтан Алланың көмегі бұл осы өзінің жаратылыстары арқылы жүзеге асады. Егер Алла Тағала біреуге көмекші беретін болса, Алла Тағала оған бір жақсы бір адамды ұшыратады. Міне ол сол көмекші арқылы ол үлкен бір дәрежелерге, үлкен бір жетістіктерге жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осындай бір хадисі бар. Егер Алла біреуге бір жәрдемдесемін десе, оған бір жақсы Алла оған бір уәзір береді, көмекші болады. Сол уәзір арқылы бірге жұмыс істеп, ол уәзір оған көмектеседі, жақсы абыройға ие болады. Ал егер кімді Алла бір ұятқа қалдырамын десе, немесе жұмысын алға жылжытпаймын десе, онда оған бір сондай бір адам, жаман адамды ұшыратып қояды да, сол жаман адам оған аяғына шалып, оның жұмысын жүргізбей, сөйтіп ол соңында абыройсыз сондай бір ұятқа қалатын жағдайға түседі. Міне сондықтан әрқашан біз Алла Тағаланың көмегін сұрауымыз керек. Біз мына Фатиха сүресін оқимыз, намазда Фатиха сүресінде Ияка набуду ва ияка настаин дейміз. Біз саған ғана құлшылық етеміз, сенен ғана жәрдем тілейміз дейміз. Сенен ғана жәрдем сұраймыз дейміз. Сондықтан қашан Алла Тағаланың жәрдемі болса ғана, біз сол істеп жатқан ісімізде, біз осы өмірде ешқандай қиыншылық көрмейміз. Біз қайта осындай көптеген бір жақсылықтарға, жетістіктерге жетеді екенбіз. Осы жерде бір мысалды келтіреді. Сулейман кім егурді инсу жіндін, әнің фарманы әрді бір негіндін. Сулеймен пайғамбарды осы жерде баяндап отыр автор. Бұл жерде Сулеймен пайғамбар дейді, жынмен адамды өзіне бағындырды, өзіне бағындыра білді. Енді әрине бұл Алла Тағаланың бір қалауымен, Алла Тағаланың көмегімен, демеуімен болған нәрсе. Өйткені Алла қаламаса оны бағындыра алмайтын еді. Сөйтіп адамдар да, жындар да Сулейменге бағынған. Әнің фарманы, оның бұйрығы бір жүзіктен ғана еді. Неген деп жүзікті айтады. Сулеймен пайғамбардың бір жүзігі болған екен. Сол жүзікпен бүкіл осы адамдарды, жын перілерді ол осы жүзікпен басқарып отырған. Міне, бұл да Алла Тағаланың бір кереметі. Бұл туралы мынау пайғамбарлардың қиссасында кеңінен баяндалған. Ғарас құдырат намалық айлади фаш, вәгәрна қадыры әрді бір дірам таш. Бұл жерде енді ол жүзіктің де керегі жоқ еді. Мысалы, жүзіксіз де ол тікелей Алла Тағала оған құдіреті жететін еді, осындай бағындырып қоя салуға. Бірақ оны бір себепке айналдырды. Бұл жердегі мақсат, ғарас деген мақсат, құдырат намалық айлады. Құдырат деген Алла Тағала өзінің құдіретін көрсетпек болды. Фаш деген ашық, айқын көрсетпек шо. Ал егер олай болмағанда, егер Алла Тағала олай құдіретін көрсету мақсат тұтпағанда, ол жүзік әшін бір кішкентай ғана бір дірам дегеніміз, дірхам мөлшерінде, енді дірхам дегеніміз енді бір 3-4 грамм салмақтағы бір тас еді дейді. Сондықтан міне Алла Тағала осы тас арқылы, осы бір жүзік арқылы, осы соған Алла Тағала бір құдірет берді де, осы құдірет арқылы осындай керемет мұғжизалар жүзеге асты. Бұл да бұл жүзіктің құдірет емес ол, немесе Сүлеймен пайғамбардың құдірет емес, бұл жерде
кім? Алла Тағаланың құдіреті деп біз осында түсінеміз. Калим илигиде құтлық асайы, гах көпірік еді, гах аждархайы. Калим деп, бұл жерде Калимулланы айтып тұр. Калимулла деген Алланың сол сөзі, сөйлеушісі деген мағынаны білдіреді. Өйткені Тур тауында Мұса пайғамбар Алла Тағаламан тілдескен. Міне осы оқиғадан кейін мынау Мұса пайғамбарды тағы бір аты Калимулла деп атайтын болды. Енді бұл жерде Калимулла дегеніміз бұл Мұса пайғамбардың илгидәге дегені сол қолындағы қасиетті аса таяғы кейде көпір болатын еді, кейде ол аждархаға айналатын еді. Міне Алла Тағала сол әшейін жай аса таяқ, бірақ аса таяққа сондай бір мұғжиза берді, осындай құдірет берді. Кейде ол түрлі бір көріністерге ие болатын еді дейді. Ғарас құдырат намалық ерді эдоз, вәгәрні ерді бір қат чөп пөст. Бір қат чөп бей пөст. Бұл жердегі мақсат та Алла Тағала өзінің құдіретін көрсету болды. Егер олай болмағанда, ол әшін бей пөст дегені бір қабығы жоқ, қабықсыз бір ағаш таяқ еді. Оның басқа ешқандай бір артық жері жоқ еді. Бірақ Алла Тағала сол таяққа, аса таяққа сондай бір құдірет беріп қойды. Сол құдірет иесі ол Алла Тағала екенін біз ұғуымыз керек. Әгер әмір айласа кәунайын барпа, бұлыр бір пістаны почағына жа. Егер Алла Тағала бұйырса, кәунайын деген екі дүние. Бұл дүниеде, ол дүниеде бір пістенің ішіне сыйып кетеді дейді. Яғни бір пістенің іші бұл екі дүниенің, бұл дүниенің, ол дүниенің несіне орын бола алады деген мағынаны білдіреді. Қараңыз, бұл Алла Тағаланың құдіреті. Егер Алла Тағаласа, осылай да істей алады. Бұл енді ол Алла Тағала бір мекен, заман, ол бір заттың үлкенділігі, бір әлемнің осындай бір үлкен бір көлемді нәрсе екендігі ол ештеме емес. Ол қаласа осындай бір үлкен көлемді нәрсені бір пістенің ішіне де сыйғызып жібере алады. Дедейлер Хазірат Рухул Аминні қанат ясса тұтар руй заминні. Мынау деректерде келтіреді. Жабраил періштенің ондай бір үлкенділігі соншалық, ол қанатын жайса бүкіл әлемді сол қанатымен қаптап алады дейді. Міне Хазірат Рухул Амин дегені, Рухул Амин бұл Жабраил періште. Қанат ясса, бұл қанатын жаятын болса, бүкіл жердің бетін қаптап алады дейді. Міне осында үлкен Жабраил періште келесі бәйтті айтады. Әніңдек Жабраил сидраи парваз, Мұхаммад енгеде айтур еді раз дейді. Міне сондай үлкен Жабраил періште сидра дегені Судратул Мұнтаха, о арыштан осы төменге ұшып түсіп, ол Мұхаммедтің жеңіне кіріп, ол пайғамбарға вахи айтатын еді дейді. Көрдіңіз ба? Үлкен бір сондай көлем Жабраил періште келіп, Мұхаммед пайғамбарымызға, саллаллаху алейхи уассалам, мынау жеңіне кіріп, оған Алла Тағаладан аяттарды келтіретін еді. Оған вахи жеткізетін еді деп айтады. Вахидің енді көп түрлері бар. Мысалы, екі рет Жабраил періштені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәдімгі өзінің күйінде, өзінің қалпында көрген деп риуаят етеді. Кейде мысалы қоңырау ретінде келетін еді. Кейде адам суретінде келеді. Кейде мына осындай бір осындай жеңіне кіріп, осына вахи айтып кететін еді деген деректерді біз естігенбіз. Әгер қылса бірауына хақлығын фаш, шахадат бергісі кахварада яш. Егер біреудің құқықын қорғауды, біреудің ақиқаттылығын паш етуді егер Алла Тағала қаласа, кішкентай баланы да оған тіл беріп сөйлетіп қояды дейді Алла Тағала. Өзі негізі табиғатта кішкентай бала өсіп, мысалы 2 жасқа толғанда, 3 жасқа толғанда өз сөйлей бастайды. Бірінші бір сөздерді үйреніп, оны атай бастайды.
одан кейін сөздерді қосып сөйлем құрастырып ол сөйлейді. Ал негізі бесікте жатқан баланың ол сөйлеуі жалпы табиғатта өмірде бұл болмайтын жағдай. Ал бірақ Алла егер қаласа осындай кішкентай бесікте жатқан баланы да сөйлетуге Алла құдіретті. Ондай жағдайлар, оқиғалар болып өткен. Мысалы Юсуф пайғамбарды мынау жала жапқан кезде мынау сол Зулайха анамызға осы тиіскендігі туралы осыны түрлі сөздер тарап, осыны жала жабылған кезде кішкентай бесіктегі бала сол куәлік беріп, соны Юсуф алейхиссаламды ақтап қалған дейді. Сондай-ақ мына Иса пайғамбардың басынан өткен жағдай, бесікте жатқан Иса пайғамбар да өзінің анасын қорғап, ақтап алған екен. Жоқ, менің анам пәк, менің анам таза, менің анам ол күнәһар емес деп анасын ақтаған. Әзиз етсе қаю құлыны өшәл шах, әгер чах астыға түшсе тапар жах дейді. Міне шах, чах, жах деген сөздер келіп тұр. Бір-біріне оқылғанда ұқсас, бірақ мағынасы әртүрлі. Біреуді егер құрмет етсе, біреуге ізет, сондай бір қадір беретін болса, қандай бір құлға Алла тағала, ол чах астыға деген құдықтың астында қалса да, ол одан шығып үлкен дәрежелерге ие болады дейді. Бұл Юсуф пайғамбар, Алланың сәлемі болсын ол кісіге, басынан өткен жағдай, мына кішкентай кезінде ағалары оны құдыққа тастап кеткен. Жалғыз қалған, қараңғы, ол жерде ешкім жоқ, сол құдықта қалып, ол жерде өліп кетуі де мүмкін еді, ешкім құтқармай. Ол жерде мысалы қасқырлар жеп кетуге мүмкін еді, бірақ Алла тағала оны сол кейбір себептерге байланыстырып, осы адамдар арқылы сол керуендер өтіп кетіп бара жатып, оны алып құтқарып, құл қылып сатады. Сол құлдықтан ол уақыт өте сол бір елдің патшасына дейін жетеді екен. Міне сондықтан бұл Алла тағаланың құдіреті. Кімге Алла мәртебе беремін десе, кімге Алла абырой беремін десе, ол Алла тағала ондай құлдарын ұмытпайды. Сулейман қызметіде қылды парваз, хасабын білмеген шахыну шахбаз. Сүлеймен пайғамбар туралы алдын айтып өттік. Сүлеймен пайғамбардың қызметінде мына бүркіт, лашын сияқты есепсіз құстар оның қызметінде болды дейді. Жалпы мына бүркіт, лашын құстары бұл адамға бағынбайтын құстар. Еркін өздері жүретін құстар. Бірақ Алла тағаланың құдіретін қараңыз, сол есепсіз сондай ірі құстар мынау Сүлеймен пайғамбарымыздың қызметінде болды. Вали бір мүшт пұр худ айды пәйк, деді сұлтаниға арию ләббәйк. Худ деген бір құс бар, ол кішкентай ғана бір мүшт, сондай бір құс, худ құсы, ол елші еді дейді. Елші еді, ол өзінің сол иесіне, қожайынына, Сүлеймен пайғамбарына қандай бұйрық болса мен соны орындаймын деп, қасында ләббәйк деп тұратын еді дейді. Міне Алла тағала кімге осындай абырой, осындай бір қадір, құрмет, ізет беремін десе, міне осындай құстарды да, жануарларды да, жынды да, адамдарды да оның қызметіне салып қояды екен. Мәдәт қылса Құдайы алам арай, хабиб етсе ишарат айрылыр ай. Егер әлемнің Раббысы Алла тағала егер медет қылса, енді көмектессе, жәрдемдессе, пайғамбар ишара етсе, нұсқаса, ай екіге бөлінеді дейді. Yani Habib degende Habibullah, Allah Taala'nın sүйіктісі, sүйікті пайғамбары бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам туралы айтып жатыр. Бұл оқиға туралы арнайы сүре түскен. Қамар сүресі, ай сүресі. Сол сүреде иқтарабатис саату ваншаққал қамар. Міне,
бұл жерде ай екіге бөлінді, ай жарылды деген осындай бір сөздер келеді. Бұл енді оған шәк шүбһа келтірмейміз, оған біз иман келтіреміз. Қараңыз, ай деген бүтін нәрсе, ол кейде біз осы мұғжизалардың болғанын ұмытып қоямыз. Жалпы Құранда мынау жазып соны қалдырған. Осы ай біз көріп тұрған бүтін жап-жарық ай кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде екіге бөлініп, біреу шығысқа, біреу батысқа осындай бір екіге бөлінген екен. Сөйтіп қайта екі бөлік бірге қосылып, міне осы қазір бүтін күйде біз осыны көріп отырмыз. Демек, бұл үлкен бір мұғжиза. Кейбіреулер бұны гипноз деп айтты, біреу сиқыр деп айтты, біздің көзімізді байлады пайғамбар деген бір сөздер болды. Міне шын мұсылмандар сол болған мұғжизаға иман келтірді. Кәлимін чехрасын қылмас үшін зәрт, шығарды лақсада Нил астыдын кәрт. Кәлим деп, тағы Кәлимулла Муса алейхиссалам туралы айтып жатыр. Оның жүзін сары етпеу үшін, бұл жерде сары дегенде оны ұялтпау үшін, соны бір ұятқа қалатындай бір жағдайға түсірмеу үшін бір сәтте Нил дариясы дейді, Нил өзенінің астынан шаң шығарды дейді. Демек, неге өзеннің асты балшық болу керек негізінде. Сөйтіп, мынау Фирауын сол Муса пайғамбарды оның әскерлерінің артынан қулап келе жатқан кезде, енді алдынан Нил өзені шығады. Енді ешбір баратын жері жоқ, құтқарылатын ешбір тығырық таппаған кезде, енді не істейміз дегенде Алла Тағалаға дұға етеді. Алла Тағала осы жерде құтқарады. Нилді өзенді екі жарады. Былай суыны тоқтатып, екі бөлікке нетіп жарып, ортасынан жол ашады. Сөйтіп, әлгі бір сәттің өзінде су тоқтап, екіге бөлінеді, жол ашылады. Астындағы балшық кәдімгідей топыраққа айналып, сол қорғақ жерден Муса пайғамбармен оған ерген мұсылмандар одан өтіп кетеді. Міне осы Алла Тағаланың көрсеткен бір үлкен бір мұғжизасы. Кішінің рөзісін гәр қылмаса кәм, етер әр ерде мехнат қылмаса хам. Егер Алла Тағала бір адамның рызық несібесін кемітпейтін болса, ол еңбек етпесе де, бейнет көрмесе де, Алла Тағала оған несібесін береді. Ол енді әрине бір нан табу үшін, немесе тамақ іздеп табу үшін өзі өмірде, жалпы әдетте еңбек ету керек. Еңбек етіп, жұмыс істеп, ақша тауып, сөйтіп біз нан сатып аламыз, азық түлік сатып аламыз. Ал Алла егер қаласа, ол еңбек етпей-ақ Алла Тағала ол ризық несібесін беріп отыруға құдіреті жетеді. Юбарда Мариама Рози фәләктін, Масиха Маида түшті фәләктін. Мұны осыған бір мысал келтіріп жатыр, екі мысал. Мариям анамызға періштелер ол ризық несібесін түсіріп беріп отыратын еді дейді. Закария пайғамбар осы Мариям анамыздың бөлмесіне кірген кезде үнемі бір бұрышта азық түлік тұратын еді, жеміс жидек азық түліктерді көретін еді. Сонда Алла Тағала Құран-ы Кәрімде де осы сөздерді келтіреді. Я Мариям, мынау қайдан алдың мұнан десе, бұл енді Алла Тағала жіберіп отыр деген осындай жауапты айтады. Ал енді Масиха Маида түшті. Маида дегені дастархан түсті фәләктің, аспаннан. Сөйтіп, Иса пайғамбардың ізбасарлары сұрайды, сен бір мұғжиза түсір бізге. Енді шөл далада жүрген бұлар. Сөйтіп, біз енді әбден қиналдық. Біз енді бір осындай бір азық түліктер жегіміз келеді, осындай жеміс жегіміз келеді. Бізге осындай бір дастархан түсір деген кезде Алла Тағалаға дұға еткенде аспаннан кәдімгі жеміс жидек азық түлік толы дастархан түскен делінеді. Бұл енді қиссаларымызда бар, бұған біз иман келтіреміз. Нечүк кім Хазіреті Салих үшін фаш, балалық теве тұғды хүкмідің таш. Хазірет Салих пайғамбар үшін бір мұғжиза, керемет берілді. Балалы жүкті бір түйе тастан шығып,
ол мынау балалады дейді, бала туды дейді. Бұны енді сол Салих пайғамбардың қауымынан адамдар мұғжиза талап етті. Сенен бір мұғжиза бізге көрсет, сен өзіңді пайғамбар екеніңді дәлелдеген деген талап қойылды. Міне осы тастан тастың ішінен бір түйені шығар, сол түйе шығып, сол осы балаласын дейді, тусын дейді. Міне сөйтіп бір тасқа ишара еткеннен кейін Алла Тағаланың құдіретімен сол тастың ішінен түйе шықты. Сол жүкті түйе сосын сол бала тапты дейді. Сөйтіп ол жерде кейін бір шарт қояды. Енді осы мұғжизаны көрсет деп айттыңдар, мен көрсеттім. Енді ары қарай мынандай шарт қойылады. Енді мына жерде су бар, өзен, көл суы. Бір күн сендер ішесіңдер, бір күн түйеге біз жол береміз. Ол кезде бұған ешкім кедергі болмайды деген осы шартты қояды. Бұл түйеге ешкім зиян жеткізбеу керек. Енді Алла Тағаланың мұғжизасымен осы пайда болған жануар, сонда бұған енді тиісінше құрмет көрсетілсін деген осындай шарт қойылғанда, бірақ оны орындамайды. Ол қауым тіпті ол түйені сойып жібереді. Сөйтіп Алла Тағаланың қаһары келіп, бұл қауымға азап жібергені бір қиссалардан біз оны білеміз. Azalda har kishini aylasa sad, Halil o'g'lidek etsa sodiqul va'd. Taqdirda егер бір кісіні бақытты етсе Алла Тағала, Ибрахим пайғамбардың ұлы Исмаилдей уәдесінде тұратын етсе, әгер запх етсәләр қайтармағай қаш, егер оны соятын болса, ол қасын қайтармайды, қарсы болмайды. Көрінмәс баш, аны алдыда бір маш. Оның басы бір дән бар ғой, мысалы, жейтін дән, күріш сияқты. Сол сияқты да арзымайтын дәй көреді өзінің басын дейді. Аямайды басын деген. Демек, бұл оқиғаны білеміз. Ибрахим пайғамбар Исмаил атты ұлын, енді мен осындай бір түс көріп жатырмын. Бұл енді Алла Тағаланың аяны болу керек. Мен сені түсімде бауыздап жатырмын екен. Енді сен қара. Енді сенің ой пікірің қандай, сен қарсы болмайсың ба деген сұраққа Алла Тағала не бұйырған болса соны орында. Мен сабыр етушілерден боламын, Құдай қаласа деп жауап береді. Бұл жерде баланың әкесіне деген құрметі, итағаттылығы, мойынсұнушылығы бізге мұсылмандарға үлгі болуы керек. Алла Тағала баршамызға кәміл иман, ізгі амалдарды нәсіп еткей.